Қайырлы күн балалар. Бүгін біз сіздермен ұлттық бірыңғай тестілеудің тапсырмасын талдауды жалғастырамыз. Олай болатын болса, 81-86 нұсқаның 5-ші сұрағына тоқталайық. 5-ші сұрағы Қазақстанда тараған басым діндер. Жалпы бұл сұраққа жауап беру үшін біз Қазақстанның діндік құрамын білуіміз керек. Жалпы біз діндерді 3 топқа топтастырамыз. Олар әлемдік діндер, екіншісі дәстүрлі діндер, үшіншісі жергілікті діндер. Енді біз сіздермен арғарай әлемдік діндердің өзін біз 3-ке бөлеміз. Ол ислам діні, христиан діні және Будда діні. Осы діндердің қайсы Қазақстанда басым тараған екен? Олай болса, сұрақтың дистракторларына тоқталайық. Бірінші вариант – католицизм, иудаизм. Б варианты – буддизм, иудаизм. С вариантында ислам, православие және Д вариантында ислам, буддизм дейді. Енді осы сұраққа жауап беру үшін біз қайсы дін басым екенін анықтауымыз керек. Сонымен жалпы бізде осы айтылған діндердің барлығы тараған. Яғни басым дінді бізде ислам діні мен православие діні. Христиан дінінің православие бағыты алады екен. Өйткені христиан дінін біз 2 бағытқа бөлеміз. Православие және католик деп, Сонымен бізде Будда дінін буряттар мен қалмақтар ұстайды екен. Православие дінінде орыстар, украиндер, белорустар ұстайды екен. Ал поляктар мен чехтар католик дінін ұстайды екен. Әрине, ислам дінін түркі халқы, кейбір Кавказ елдері, сонымен қатар тәжіктер ұстанады екен. Және вариантта иудаизм деген дін болды. Ол балалар жергілікті дінге жатады екен. Бұл дінді Қазақстанда еврейлер ұстайды екен. Сонымен балалар, бірінші сұрақтың жауабы ислам және православие Қазақстанда тараған басым діндер болып табылады екен. Өте жақсы. Арғарай жалғастырайық. Сонымен біздің нұсқамыздағы екінші сұрақ экономикалық белсенді халық дегеніміз не? Немесе оларға кім жатады? Сонымен бірінші сіздерге дистракторларын оқиық, содан біз сұрақтың жауабын шығарамыз. Яғни А. Оқушы, Б. Студент, С. Еңбек ететіндер, Д. Эмигранттар. Енді осы дистракторларға жауап беретін болса, жалпы оқушы ол еңбекке қабілетті жетпейтін, яғни төмен жастағы адам болып табылады. Студент экономикалық еңбек етпейтіндердің қатарына жатады. Ал эмигранттар дегеніміз ол сырттан келушілер. Сонымен бізде С варианты еңбек ететіндер екен. Сонымен экономикалық белсенді халық дегеніміз балалар, ол өндірістік және өндірістік емес салада жұмыс жасайтын, еңбек ететіндер, және жұмыссыздар екен. Сонымен экономикалық белсенді халықтың терминін біліп аламыз. Өндірістік және өндірістік емес салада жұмыс жасайтын, еңбек ететіндер және жұмыс жасамайтын жұмыссыздар екен. Сонымен екінші сұрағымыздың жауабын білдік. С варианты еңбек ететіндер екен. Сонымен арғарай жалғастырайық, балалар. Үшінші сұрағымызға келейік. Негізгі климаттық белдеу дейді. Яғни біз сіздермен атмосфера бөлімін қарастыратын боламыз. Сонымен жалпы климат дегеніміз не дегенге тоқталайық. Климат деген грек тілінен аударғанда еңкіш деген мағынаны білдіретін сөз. Яғни белгілі бір аймақтың көп жылдар бойы жиналған ауа райының жиынтығы. Ал енді климаттық белдеулерді бізге жіктеп берген орыс ғалымы Алисов. Және ол бізге климаттық белдеулердің саны 13 екенін айтты. Сонымен
климаттық белдеулерді балалар біз екі топқа топтастырамыз. Олар негізгі климаттық белдеулер және өтпелі климаттық белдеулер. Ал негізгі белдеулерді жіктеп көрейікші қанекей. Әрине, так, ол экватор, тропиктік белдеу, қоңыржай белдеу, және төртіншісі арктикалық және антарктикалық, жақсы балалар. Бұлар негізгі белдеулер. Енді осы негізгі белдеулердің арасында болатын белдеулерді біз өтпелі белдеу деп айтамыз екен. Немесе оларды суп деп айтамыз. Суп деген сөз балалар таяу деген мағынаны білдіреді. Яғни субэкваторлық белдеу экватор белдеуіне таяу деген сөзді білдіреді екен. Сонымен олар үшеу екен. Субэкватор, субтропик. Қоңыржай белдеуді біз бөлмейміз, өйткені қоңыржай белдеу өте үлкен ендікті алып жатыр. Және үшіншісі субарктикалық және субантарктикалық деп бөлінеді екен. Сонымен біз сіздермен дистракторларды оқып, тест нұсқасының дұрыс жауабын табайық. А варианты субарктикалық, Б субтропиктік, С субэкваторлық, Д қоңыржай. Біздің сұрағымызда негізгі климаттық белдеуді сұрап тұр. Әрине, ол қоңыржай белдеу екен. Өте жақсы балалар. Олай болатын болса, нұсқамыздың келесі сұрағына тоқталайық. Евразия тақтасының үнді Австралия тақтасымен соқтығысқан жерінде түзілген тау дейді. Яғни біз сіздермен литосфералық плиталар теориясын өткенбіз, Оны енгізген кім еді? Әрине, Вегенер болатын, неміс ғалымы Вегенер. Біз ірі 7 плита бар екенін білеміз. Яғни, оларды жіктей аламыз деп ойлаймын. Барлығы материктік тақта, тек біреуі тынық мұхиттық тақта болып табылады. Балалар, литосфералық плиталар жылына 2 және 5 сантиметрге не істейді екен? Қозғалады екен. Ал енді осы қозғалысты бізде, сол плиталардың шегіндегі қозғалыстарды бізге қандай тау пайда болды деп сұрап тұр. Олай болатын болса, жалпы тектоника деген, ол қозғалысты зерттейтін ғылым. Литосфералық плиталардың шегінде қозғалыстың 3 түрі болады екен, Мен бұлай деп жазайын. Қозғалыс түрлері. Қандай қозғалыс? Әрине, тектоникалық қозғалыс. Біріншісін біз ажырау деп айтайық. Екіншісі соқтығысу. Үшіншісі ол кірігу. Яғни біз оларды терминмен коллизия, субдукция, спрединг деп атаймыз екен. Оны да біліп жүрулеріңіз керек. Өйткені кейбір нұсқаларда ол сол нұсқалармен беріліп отырады. Сонымен бүгінгі сұрақтың дескрипторларына тоқталайық. Яғни А. Алтай тауы, Б. Тянь-Шань тауы, С. Гималай тауы, Д. Памир тауы. Сонымен Евразия мен үнді Австралия тақталарының соқтығысуынан дүние жүзіндегі ең биік тау Гималай пайда болған екен. Бұны есімізде сақтаймыз, Ал жақсы балалар, бүгінгі нұсқаның 4 вариантын талдадық. Сонымен біз ештеңе байқамадыңыздар ма? Біз бұл варианттың 5-ші сұрағынан бастағамыз, арғарай 2-3 деп жазып кеттік, Сонымен біз 5-ші сұрақты, одан кейін 6-ші сұрақты, содан кейін 7-ші сұрақты және 8-ші сұрақты талдап болдық. Егер сұрақтарыңыз болса, қалдырып жазып кетсеңіздер болады. Келесі нұсқаны талдағанша сау болыңыздар.